Сәлем баршаңызға. Сіздермен бүгін дәмді әрі тез, тұзсыз дайындалатын чипсоны деген салат дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 пачка чипсоныдың осындай түрі, кукуруз, саңырауқұлақ, жұмыртқа, пияз және майонез қажет болады. Өте аз ингредиенттері және де өте қолжетімді. Ең алдымен пиязды 2-ге бөліп, жұқа етіп майдалап турап аламыз. Және осы пияздарды қолмен кішкене езіңкіреп, ашып араларын жұмсартып, ыдысқа саламыз. Содан кейін пияздың жаніне 6-ға бөлінген жұмыртқаларды, енді әркім өзінің талғамы бойынша да кессе болады. Қатты майдалаған дұрыс емес, жұмыртқа салаттың арасында көрінбей қалады. Жұмыртқаны қосамыз пиязға, және де жұмыртқадан кейін осы жерге саңырауқұлақты және де кукурузды қосамыз. Барлығын бір мискаға салып, оның үстіне қажетінше майонез қосамыз. Осы жерде айта кететін, кукурузды суымен қосқандарыңыз жөн, өйткені салат құрғақ болып қалмайды, сочный болады. Осы заттарды алдымен бір келкі етіп, әбден араластырып аламыз. Араластырғаннан кейін чипсоны қосамыз. Чипсоныдың мен көбінесе осы сметана и лук деген түрін қосамын. Бірақ сіздер басқа түрінде алсаңыздар болады, бірақ осы фирма болғаны жөн. Себебі осы чипсоны салаттың ішінде езілмейді. Басқа лейс немесе тағы да басқа фирманың чипсонылары салаттың ішінде езіліп, жоқ болып кетеді. Ыңғайы келсе осы чипсоныды қосып араластырыңыздар. Және де дастарханға қоярдың алдында немесе қонақтарыңыз келетін уақыт жақындағанда араластырғандарыңыз жөн. Міне, осындай салат, тұз қоспаймыз, ешқандай специя қоспаймыз, тек қана жұмыртқа ғана пісіріледі, қалған заттың бәрін дайын күйінде қосамыз. Өте тез әрі дәмді салат. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Және де менің каналыма подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге үнемі ас дайындаңыздар, астарыңыз дәмді болсын. Каналымнан алдағы уақытта осындай дәмді әрі тез дайындалатын салаттарды күтіңіздер. Міне салат дайын, осылай әсемдеп дастарханға қойсаңыздар болады. Дәмі тіл үйірердей өте әдемі. Ас болсын.